Армысыздар ағайын. Назарларыңызда Қазақия бағдарламасы. Бүгінгі әңгімеміз Найман Ардаби атты бабамыздың басынан өткен бір оқиға жайында болмақ. Ертеде Найман Ардаби атты би атамыз өмір сүрген екен. Басындағы бір кемшілігі дәулет пен байлыққа, мәнсапқа әбден масайған Ардаби бабамыз мен осы елден ең ақылды, аса туған данышпанмын, баймын. Менімен бұл елде тең сөйлесетін, тең отыратын адам жоқ деп, өз елінен оңаша кетіп, аулаққа үй салып, менімен сөйлесуге келгісі келген адам болатын болса, атын 2-3 шақырым жерге тастап, етігін шешіп, жалаң аяқ келсін деген пәрмен берген екен. Естіген елдер атын алыстан еріксіз тастап, етігін шешіп, Ардабиге арызын жалаң аяқ келіп айтатын халге жетіпті. Ал Ардаби болса, жолға кісі қойдырып келе жатқан адамдардың барлығын аттан түсіртіп, етігін шештіртіп, тәптіштеп тәкаппарланып қараған екен. Күндердің күнінде қаршадай бір жас бала атынан түспей қойған кісісіне аттан түс десе, өзім жолдан арып шаршап келе жатырмын, қойшы деп, тура үйдің жанына барғанда атынан бірақ түсіп, атын белдеуге байлап, кіріп барып, ассалаумағалейкум Ардаби, өзіңізге қоятын 4 сұрағым бар, соның жауабын беріңіз депті, іле шала. Би менсінбей қараса да, қой деген ишарасын білдіргендей басын үнсіз изепті. Сонда Құлқуанланың құдығы қайда депті. Құдай депті. Ақ жердің иығы не депті. Иман депті. Оныңыз дұрыс екен. Алланың ұраны не депті. Азан депті. Ал иманның тұрағы не дегенде, Ардаби еріксіз бөгеліп, бағанадан менсінбей отырған Ардаби амалсыздан орнынан атып тұрып, «Әй бала, бүгін үйге қонып кет, бұның жауабын ертең берейін» деген екен. Жақсы деп, әлгі бала бір күн қонуға келісім берген екен. Амал таппаған Ардаби 105 жасқа келген Жұғымбайға адам жібереді. Белгісіз бір бейтаныс бала келіп, осындай сұрақтар қойды, осының 4-шісінің жауабын берсін дейді. Сонда Жұғымбай, олы жүз үйсінде Бектұрсын деген біреу бар деп еді. Сірә сол бала шығар ол деп. Иманның тұрағы шындық деп жауап беріп жіберді. Ертесінде бай, «Әй бала, сенің 4-ші сұрағыңның жауабы иманның тұрағы шындық деген екен». Сонда бала, «Жоқ, сіздің жауабыңыз дұрыс емес» деген екен. «Әй, бұл жауап менікі емес, бұл жауап 105-тегі Жұғымбайдың жауабы» десе, ол жауапты онда өзі келіп берсін деп. Еріксіз Ардаби адам жіберіп 105 жасар Жұғымбайды алдырған екен. Жұғымбай келген беттен жас Бектұрсын, «Ассалаумағалейкум ақсақал, сізге де қояр бірнеше сауалым бар, жауабын беріңіз. Көргеніңіз білгеніңіз көп қой, көзіңіз көрген судың үлкені қайсысы» депті. Сонда Жұғымбай, «Көзім көрген судың үлкені іле» депті. «Іле тасса қайда тоқтайды» депті. «Іле тасса теңізге тоқтайды» депті. «Ал теңіз тасса қайда тоқтайды?» «Теңіз тасса құрдымға тоқтайды». «Ал құрдым тасса қайда тоқтайды» депті. «Құрдым тасса Құдайға тоқтайды» депті. «Ал Құдай тасса қайда тоқтайды» деген екен. Сонда Жұғымбай ақсақал балаға риза болған көзімен қарап, «Дұрыс айттың балам, құрдым тасса Құдайға тоқтайды, Құдай тасса жетім мен жесірдің көз жасына тоқтайды» деген екен. Сол кезде бұлардың нені меңзеп отырғанын бірден түсінген Ардаби, бірден, «Үйді жығыңдар, менің жасағаным қате екен, мен Құдайға күпірлік жасаппын, Құдай өзі кешірсін, не көрсем де ағайын елмен бірге жүруім керек екен» деп қайтадан елінің ортасына барған екен. Байқадыңыздар ма ағайындар? Бүгінде мәнсабы мен ақшасына масайып, шетелден үй салып, не болмаса ел бара алмайтын аулақтан ойдым-ойдым жерлердің барлығын меншіктеп алып, ағайыннан ауашақ кететін мәнсап құмар, дүние құмар адамдарға осы Ардаби атамыздың келген тәубәсі сабақ болса екен деген ниеттеміз. Естеріңізде болсын. Құрдым тасса Құдайға тоқтайды, ал Құдай тасса жетім мен жесірдің көз жасына тоқтайды. Жетімдеріміз бен жесірлеріміздің көз жасы төгілмесін.